Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз сіздермен 3 ғана заттан тұратын өте оңай салат дайындайтын боламыз. Қонақ келгенде 5 минутта дайындап ұсынсаңыздар болады. Алдымен маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де видеомды соңына дейін көріп, қолдап кетіңіздер. Алдымен 3 жұмыртқамызды кесемізге шағып алатын боламыз. Екеуін салсаңыздар да болады. Егер көп адамға жасасаңыздар, 4-5 сала бересіздер, қалауларыңызға байланысты. Енді аздап тұз теуіп, вилкамен араластыратын боламыз. Енді газымызға табамызды қойып, аздап май құйып, қуырып алатын боламыз. Бөліп құямыз, бәрін бірде құйып жібермеңіздер. Осылай блинни пісіргенде етіп, екі шетіні де жақсылап пісіріп алатын боламыз. Барлығын осылай пісіріп шығамыз. Жұмыртқаны қайнатып немесе қуырып жеу арқылы тек қана асқазанды емес, барлық ағзаны пайдалы элементтермен, дәріментермен толтыруға болады екен. Құрамында ақуызы, йоды, фосфор, селен, тағы басқа да элементтері созылмалы аурулардың алдын алады. Сондай-ақ оның құрамында А, В және Д дәрімендерінен бастап, басқа да 13 дәрімен кездеседі екен. Бір жұмыртқаның құрамында орта есеппен 76 калорий ғана бар, яғни ал майлылығы небәрі 10% құрайды. Жұмыртқа бұл ағзадағы холестерин мөлшерін төмендетіп, жүректің, жүйке және де онкологиялық аурулардың пайда болуына жол бермейді. Сіздерге бұл салатты жасай отырып, және де жұмыртқаның пайдасын айтып өттім. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Көп зат қажет етпейді. Енді қиярымызды жақсылап жуып, осылай соломка қылып турап алатын боламыз. Видеодағыдай етіп көріп тұрғандарыңыздай. Қиярдың құрамында адам ағзасына күнделікті қажетті болған витаминдер және де минералдарды тапса болады. Қиярды қандай адамдар жеу керек? Ол негізі барлық адамдарға жеу ұсынылады. Әсіресе қалқанша безі ауруы бар адамдар, ісікке бейім адамдар және де жүрек қан тамыр аурулары бар адамдар, семіздікке бейім адамдар жесе пайдасы өте көп. Қиярдың пайдасын айта кеттім, қысқаша сіздерге түсінікті болсын деп. Енді колбасамызды турап алатын боламыз. Колбасаны да соломка тәріздес етіп турап аламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Екі ғана заттың құрамында көптеген витаминдер, минералдар бар. Енді барлық туралған заттарымызды ыдысымызға салып, үстінен майонез құятын боламыз. Майонез салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді тарелкаларымызға салып шығатын боламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер рецептерім ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен пайдалы рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Барлық ыдыстарымызға салып болғаннан кейін, енді сәндік үшін черешкиді бетіне сеуіп шықтым. Өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты бетіне қандай черешки салсаңыздар да. Егер рецептерім ұнаса, маған тіркеліп кетіңіздер. Видеомды соңына дейін көріп, қолдағандарыңыз үшін рахмет.